Елбасымыздың 2017 жылғы 12 сәуірдегі болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының идеясын іске асыру мақсатында ұрпақ тәрбиесін даналардың іліміне негіздеу, баланың толық дамуы мен рухани әуелетін ашуға жағдай жасау, қажеттіліктерін қанағаттандыру, әлеуметтік тұрғыдан өзгермелі өмірге бейім, рухани адамгершілік қасиеттерді, ұлттық құндылықтар мен мәдени дәстүрлерді сақтауда, отбасымен ынтымақтастық орнату, тәрбиелеу мен білім беруді дамытудың инновациялық әдістемелік жүйесін қалыптастыруда номер 36 балапан балабақшасы ұлттық құндылыққа негізделген өркендеу, мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруді дамытудың инновациялық бағдарламасымен жұмыс жасап отыр. Өркендеу бағдарламасының құрылымы 5 бағыттан тұрады. 5 қолдың саласындай бірін-бірі толықтырып тұрған осы 5 әлем арқылы педагогтар түрлі әдіс тәсілдерді қолдана отырып, ұлттық құндылықтарды жас ұрпақтың бойына сіңдірумен қоса, бағдарламаны толықтыру, өңдеу, тәжірибеден өткізу үстінде. Рухани мұрамыз неғұрлым бай болса, алуан арналы болса, өткен мен бүгіннің мәдени мұралары жарасымды жалғасып жатса, соғұрлым өміріміздің мән мағынасы терең, мақсатымыз айқын, ұлттық идеямыз жоғары, тарихи үлгі өнеге тұтары парасатты, ой толғаныстары күшті ұрпақ тәрбиеленуі еш күмән тудырмайды. Рухани жаңғыру бағдарламасының қағидаттарын насихаттау аясында әрбір топта заттық дамытушы ортасын ұйымдастырып, отандық өнімдерімізді қолдау мақсатында Ерасыл Болысовтың ұлттық нақыштағы 7 ойыншық авторлық жобасының